Құрметті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тәттілердің бірі хит болған сникерс пирогын жасайтын боламыз. Рецебін толығымен астына жазып кететін боламын. Ал сіздер менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Ең алдымен сникерс пирогтың қамырын дайындап аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, және какаомызды да електен өткізіп аламыз. Сосын оған бір шай қасық разрыхлителімізді қосамыз. Одан кейін оған сары майымызды қосамыз. Сары май микроволновкада, газда ерітілген болмасын, тоңазытқыштан алып шыққан майымыз болғаны дұрыс. Майдың проценті көбірек болған дұрыс. 82,5-ті қолдансаңыздар дұрыс болады. Проценті аз болған сайын пирог онша шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан процентін көбірек қылып алыңыздар. Енді бұларды жақсылап бір массаға келгенше араластырып аламыз. Сосын бір ыдысымызға қантымыз бен жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде қантымызды жұмыртқаға ертіп аламыз араластырып, себебі массамызға қосқан кезде қантымыз ерімей қалуы мүмкін. Сондықтан қант пен жұмыртқаны бөлек ыдысқа езіп алып, содан кейін барып массамызға қосып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін, дайын болған қамырымызды салмамызды дайын болғанша тоңазытқышқа қоямыз. Ал енді салмасын дайындауға кірісейік. Салмасына сүзбемізді салып, оның үстіне қаймағымызды, одан кейін 2 жұмыртқамызды, қантымызды, творожный сыр және кукурузный крахмал салып, барлығын блендермен араластырып, бір сұйық масса келтіретін боламыз. Бұл жерде мен ванильный сахар қостым. Ол өз еріктеріңіз, қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Салмамызды дайындап алғаннан кейін, қамырымызды тоңазытқыштан алып, арнайы пирог пісіретін ыдысқа, енді арнайы ыдыстарыңыз жоқ болса, басқа да ыдыстарды қолдануға болады. Қандай бар, сондай ыдыстарға осылай жайып аласыздар да, шанышқының көмегімен видеода көрсетілгендей тесіп шығамыз. Себебі
қамырымыз көтеріліп кетпес үшін осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Содан кейін барып сұйық массамызды қойып, духовканы алдын ала қыздырып қоямыз. Сосын 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі. Өз духовкаларыңызды білесіздер ғой, соған байланысты өз градустарыңызға қойып пісіріп аласыздар. Келесі, енді пирогымыз піскенше ганашымызды дайындап аламыз. Оған сүтті шоколадымызды өлшеп аламыз. Оның үстіне проценті жоғары сливки алатын боламыз. Ол сливкидің жартысын ғана қолданамыз, ал қалған жартысын шоколадымызды ыстық суда ертіп алғаннан кейін барып қосатын боламыз. Яғни алдын ала ыстық суды қайнатып қоясыздар, шоколадымызды өлшеп аламыз да, пайызы жоғары, 33-тен жоғары болғаны дұрыс, пайызы жоғары сливкимізді құямыз. Тек қана жартысын ғана құямыз. Одан кейін барып суға салып шоколадымызды ертіп аламыз. Міне массамызды ертіп алдық. Енді 100 грамм сливки болса, соның 60 грамын шоколадты ертуге кетірсек, қалған 40 грамын дайын болған массамыздың үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз да, үстіне арахис қосамыз. Арахис өз қалауларыңыз, қандай қоссаңыздар да, соленый болады, немесе жай арахис қоссаңыздар да болады. Осының бәрін жақсылап араластырып аламыз. Духовкадан шыққан пирогымыздың үстіне жақсылап жаямыз. Сосын оны тоңазытқышқа, массамыз қатқанша тоңазытқышқа қоямыз. Пирогымыз міне дайын болды. Ас болсын.